достар, сен саясатына қош келдіңіздер. Достар, менің видео түсірмегелі өте көп болған шығар. Неге десеңіздер, өйткені мына телефонның іші толып кетті. Және түк жазылмайды, және де видео да түсірмеймін. Шорт салып жүрмін, но ретке шықпайды. Не үшін ретке шықпайды? Шақсыңдаршы. Наконец-то мамам Қытайдан келді. Мамамды көрмегелі 20 күн болыпты. Енді мамам кеше түнде келді. Сол алдынан күтіп алдық та. Яғни сол жақтан келген заттарды біз қазір жейтін боламыз. Менің видеом ұнайды деген ойдамын. Сіздер лайкты аямай басыңыздар. Және колокольчик подписаться етіп кетіңіздер. Мен видеомды бастаймын. Кеттік. Біздер айтқаннан бермей шашып жатыр, мынау маған жинаймын. Вот мен зарядка қойып еттім. Зарядка маза қалып 49 ақтау. Қараңыздар. Мынандай не мармелад, бұл что халал достар. Қытайдың мармеладын бәрі айтты. Харам, мынау жемейіндер алып қаласын айтты. Что мына халал? Вот. Халал бұл. Біз қазір осыны ашып дәмін көретін боламыз. Мен ол дәмін көрмедім. Бұл мармелад екен мен сөйтсем. Но біз қазір көретін боламыз. Кеттік. Наконец-то достар, әрең аштым. Оқайшы. Не ашылмайтын бір екен. Вот осындай, короче, ұзын. Вот, ұзын достар. Ұзын екен. Вот енді дәмін көретін боламыз. Дым қатнаған жоқ. Білмеймін бір түгі ма. Вот мармелад. Халал что? Осыны мынандай, типа маған қатнаған жоқ. Жақтырмады. Яғни мен бұдан 10-нан 5 берем. Өйткені маған қатнаған жоқ. Қатнаған жоқ десек қоям. Қазір шығам. Және де мен қазір тағы бір затты киемін. Стакан келдім. Вот осындай. Бұның вот осындай. Вот осындай. Бұл типа тәтті. Мен басында бұны сағыз деп ойлағам. Вот короче жүзімнің дәмі шығады дейді. Но бұның қабығы емес осындай. Типа осындай. Мұн жақта ғана не тұрады. Жүзімнің сурет тұрады. Қабығы қызы сонда ондай емес. Қазір жүйдім көріп бердім олмен. Қазір дәмін көретін боламыз. Кеттік. Вкусно, достар. Вкусно. Енді бұл да айтамын дәмді. Достар, маған айтып беріңіздер. Ол не енді халал емес, Қытайдың затын жемей деп. Но мен мамам осындай заттарына келгеннен кейін жіберем. Бұл дарға жемеймін. Қатынамай қалды. Но ондағысын шығып тұсаймыз дейді ба. Мына жерін жесіп аламыз. Все. Мындай ішінде, короче, бағанағыдай түртті болады. Мына мармелад 10-нан 5. Ал мынаған мен берем 10-нан 8. Қатына. Ұнады бірақ қатты емес. Қазір мен тағы бір зат кием. Өйткені және де маған киімдер, аяқ киімдер алғанын көрсетемін. Қандай заттар алған үшін бәрін көрсетемін. Айтпақшы. Осындай маған, осындай бір кездер алған өте қымбат тұрады дейді. Яғни бір 5 мыңдай тұра ма, сондай тұрады дейді. Енді мен бұны сол үшін бұны күнде тағып жүрем. Маған тағы маржандар керек. Оның бәрін содан кейін көрсетемін. Бірінші тамақ болмады. Мен қазір тағы затты киемін. Күтіңіздер. Вот достар, әкелдім.
қараңыздар. Бұл типа не? Кола түрі витамин. Мен бұны жек көргенмін. Да маған қатына вообще ұнамады. Тістесең типа білмеймін әйтеуір. Тістесең вообще жаман, бірақ кола соған кезде коланың дәміне ұқсайды да. Сол үшін маған қатына ұнамады. Мен сол үшін бұған 10-нан қанша берген? Ладно, 10-нан 4 берген. Ұнаған жоқ, маған өтті жаман. Ұнаған жоқ, білмеймін, істеген кезде білмеймін, өзім оқысып кеткен ба. Андай тоже бірақ мына бүйтеді да. Ну типа где? Вот. Қараңыздар мынандай жерін. Андай типа ауызға жиі жеуге болады. Стаканға су қойып, потом оны бір суға салсаңыз дейді да. Кола шығады деген, бірақ мен 5 минут күтесіз, бірақ мен шықпады. Бұл эксперимент өтірік болды. Мен үшін жақсы көрмедім. Ол үшін емес деңіз, осындай лимон түрі маған қатынаған жоқ. Қараңыздар. Вот, ол деген көрece осындай да, осындай. Білген, қазір енді коланыкын қараңыздар. Коланыкі басқаша. Ұнаған жоқ маған. Ему вот қараңыздар осындай. Надамақ, но білмеймін. Қыз орнына сақ қоямыз. Все. Енді мен лимон түрі маған ұнады, но қатты ұнаған жоқ. Бір жағынан ашты болды, содан істеген кезде де бұл да жаман болды. Сол үшін мен кішкене жоғары беремін, бірақ соған кезде дәмді, да? 10-нан 6 беремін сол үшін. Кішкене жоғары. Но ұнамады. Енді достар, тағы бір сәтік. Жетін сәтік өте көп дегендей. Но мен оны тоже жегем қазір. Вот достар, мен келдім. Қараңыздар мынандай да. Бағана, білмеймін, магнобиттелік балыны білмеймін әтек даусын бұқтыға бақетті. Қараңыздар осындай не. Үші чупа-чупс. Но мен бұны холодильникке сақ қойым, өйткені еріп кеткен ғой. Короче, білген маңдам. Ну, короче, не да, мынандай, типа чупа-чупс да, Қытайдың чупа-чупс, бірақ маған дәмі осы жағынан дәмі жоқ. Сол үшін мен бұны мусорға лақтыра салдым. Мамам айтты, мусорға лақтыра сал деді, мен лақтыра салдым, бұл маған ұнамады. 10-нан 2 берем, дәмі жоқ. Не жейміз, дәмі жоқ. Ал енді кезекте не? Әрине бізде кезекте аяқ киімдер. Қазір мен аяқ киімдерді киіп көрсететін боламын. Кеттік. Достар, мен бірақ бұл аяқ киімегем. Вот осындай дышыға аппақ кроссовки, табан тап-таза. Киген жоқпын бұны да бағада. Менің размерім 37 болады, 9 жастам. Но 34 кетті, кішкене кеңді, өйткені кең алғаны күшті. Және де сен мысалы аяғың кішкене үлкен болып тұрса өте күшті болады. Осындай кроссовки. Және де тойға немесе бір жерге барған кезде осындай сандал киік. Типаның өкшесі үлкенді. Ойбай, өкшесі үлкенді, бұл кішкентай. Вот ешқайда өкшесі жоқ. Мынандай қиналмайсыздар. Тек қана артына жастарда кие саласыз. Вот күшті. Бұл өте арзан дейді да. 18 мыңға ма. Сондай қалған. Ал мынау теріс па қалай білмей қалдым ғой. Вот маған ұнады кроссовки мен сандалет маған қатты ұнады. Ғой. Ал енді не қалды? Әрине киімдер және де маржандар қалды. Бірінші маржанды көрсетейік. Достар, мен айттым. Бірінші маржанын бітірдім. Осында кезекте маржан, білесіздер, бағанағаны көрсеттім. Мен бұған 10-нан 100 берем. Күшті, 10. Амна аяққа 10-нан 10 берем. Амнаған 10-нан 9 берем, себебі неда, ну типа менің аяғым қияр. Огурцы.
Вот маған көбінесе ұнады, бірақ қандай типа аяғым өзім сондай екен сене алмай тұрмын, сол үшін оны 9 беремін. Вот бірінші кезекте осындай айттым, оның 10 дедім. Осындай мағжан типа алған кезде бүйтіп күніне не істеп қалған, үлкейіп қалғанда. Вот мына жақта не шие түрі. Вот тағы да осындай мойынға тағатын алқа. Алқа маған қатты ұнады, осылай қатты ұнады. Мен әсіресе күнде тағып жүремін. Енді киімге кеттік. Киім болды мына пакетте. Қазір көретін боламыз. Кеттік. Вот бірінші осындай джинсы. Ну, мода джинсы. Вот кең, жабысып тұрмайды. Міне. Балақ жакең мындай. Модаға болған. Вот. Осындай, содан кейін осындай типа қыста кием, бұны мен қыста дышыға кием осында. Қалың іші жүн баба деп қойып кетсең, осындайсың. Бұны мен қыста кием. И дышыға не сынды біз сол back to school мен түсірем осы каналға. Сіздер менің каналым алыстамаңыздар. Мен түсіремін уже жақында back to school. Және де 12-шіге де барғанымды түсіретін болам, каникул деп. И осындай не футболка. Өзіме қатты ұнады. Бұны мен тоже дышыға кием. Бірақ аппақ тез кіріп кететіні бар. Өзім кіргізім. И потом болды. Болды, шынайды. Мен қазір осының бәрін саламын. Және де киіп көрсетейін десем менің уақытым болмай тұрды. Қазір мен мысалы телефонын зарядтауым керекпін, немесе басқа да заттар істеуім керекпін. Но мен осының екінші сериясын күтіңіз, екінші сериясында мысалы осы барлық затты чеп, және де аяқтарын андай типа киіп көрсетемін, киімдерді киіп көрсетемін, мына уақытта тағып көрсетемін, маған сол кезде қолым бос болады. Ренжімеңіздер, мен қазір барлық заттарды қосып көрсететін боламын. Сіздер күте тұрыңыздар. Достар, мен қазір бәрін қосып істей салайын. Мына джинсы маған қатты ұнап тұршы. Күшті модыски. Және де носкилер әкеліп, оны көрсетпей қойын. Енді носкилер білесіздер. Носкилер енді маркаға келмеші. Мына футболканы қазір күтеміз қайттан. Маған әйтеуір мамам 20 күн жүрді сол жақта. Бізді апам ғана болыпты. Апам күшті лайды маңызды. Қолымдағы баязықты шешіп, оның бәрін түсіретін болам қазір. Тұрыңыздар қазір тізе болайын. Бәрін мақсап тізейміз. Все, қазір көрсетем. Қазір телефон қуат алдым. Мына жаққа қуат алдым. Ана арт жағын мән бермей қойыңыздар. Дұрыс жасап жатқан жоқ, пока что. Вот, мен дұрыс көрсетемін, өйткені видеоны өшіремін, монтаждайды алмаймын. Вот, мынандай жейтін заттар, осындай білезіктер, мынандай аяқ киімдер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Достар, сіздерге ұнаса білесіздер. Лайк басып, тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Және менің каналыма алыстамаңыздар, өтініш. Мен мысалы қазір видео шықсам, ретке де шықпайды. Даже только боққа салсам, ретке де шықпайды. Білесіздер ме, бір менің бір бай отбасы екінші бөлім дегенде 11 адам көпті. Сіздерге көп рахмет. 173 бақандай 173 лайк. Енді мен сол кезде қатты қуандым. Енді мен және де менің каналымда өте көп заттар түсіретін болайын. Енді алыстамаңыздар. Мен қолым босамай жатқан кезде мен неге ана күні түсірмеді десеңіздер, мен ютубымды таппай қалып, мен сөйтіп есен жуадым.
әрине 11 мың просмотр бар, менде 188 подписчик, өте көп дегендей. Сол үшін аккаунтты таба алмаймын мен. Сөйтіп мен аккаунтты қайдан тауып алдым да қатты қуандым. И потом менің видеомды сау болыңыздар.